Рамазан келген кезде мына 4 нәрсені жасаңдар дейді. Мына 4 нәрсені жасаңдар. Иншалла міне ораза ертең келді. Мына 4 амалды қазірден жасауға ынтық, ықыласты болайық жамағат. Хаслатайни турдуна бихима раббакум. Оның екеуін жасасаңдар, Алла тағала сендерге риза болады дейді. Біздің қалауымызда Алланың бізге разы болу емес па? Дұрыс па? Алла сендерге разы болады дейді. Ва хаслатайни ла гина лакум анхума. Қалған екеуі ол сендерге өздеріңе қажет болады. Өздерің үшін керек, өздеріңе қажет болады. Фа аммал хаслатани ллатани турдуна бихима раббакум. Алла тағаланы разы қылатын екі амал дейді. Фа шахадату ан ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах деген сөзді Рамазан айында жамағат көптен көп айтуымыз керек. Рамазанда ең жасалатын ізгі амалдардан сіз оразасыз, тіліңізді зікірмен әуре қылып қоймасаңыз, нәпсіңіз тіліңізді сізді өсекпен, өтірікпен әуре қылып қойып, ұстаған оразаңыздың сауабын істейді, бекерге шығарып қояды. Сол себептен ауыз ораза кезде ла илаха иллаллах деген сөздерді көп айту керек. Екіншісі, ва тастағфируна. Аллахым астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Кімнің амал дәптерінде астағфирулла көп болса, нағыз бақытты жан сол болады. Алла мені кешір десе, Алла тағала не істейді? Ол пендесін кешіреді. Екіншісі, ва аммал хаслатани ллатани ла гина лакум анхума. Мына екі өздеріңе қажет болатын екі нәрсе дейді. Фатасалун Аллахал джанна. Жәннатты Алладан көп сұраңдар дейді. Осы оразада, я Аллахым фирдауси жәннатын нәсіп ет. Жәннатта пайғамбарға мені көрші ет. Маған бүкіл отбасымен жәннатқа кіруім нәсіп ет. Бауырларымен жәннатқа кір. Жәннат көп сұраңдар. Біреулер сұраған кезде, я Алла, жәннаттың мынау есігін алдына кірсең болды дейді. Жәннаттың төрінен орын сұраңдар. Сұрасаңдар жәннаттың ең ұлы болған фирдауси жәннатты сұраңдар дейді. Екінші, ватаудуна бихи минан нар. Екінші дұға, бұл тозақ отынан, я Алла мені тозақ отыңнан сақта, я Алла мені тозақ отыңнан сақта деп дұға жасаңдар дейді. Осы дұғаны сұрай берген сайын, не істейді? Тозақты айтады, я Алла, бұл құлымнан мені алыстат дейді. Осы Рамазан айында 4 амалды көп жасаңдар дейді.